Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен табиғи ортаға жасалатын антропогендік әсер туралы айтатын боламыз. Жалпы табиғи ортаға әртүрлі антропогендік әсерлер әсер етеді. Біз факторлар, қоршаған ортаға әсер ететін факторлар туралы өткенбіз. Яғни биологиялық, яғни тірі организмдер бір-бірімен әсері, абиотикалық факторлар, яғни сыртқы ортаның организмдерге әсер ету, және антропогендік факторлар, яғни адамның қолымен, адамның әрекетімен, адамның қатысуымен әсер ететін факторлар болып табылады. Жалпы қоршаған ортаны қорғау дегеніміз ол өте өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі кезде әртүрлі іс әрекеттер арқасынан тың және тыңайған жерлер топырақ эрозиясымен, оның тұздануы, семей полигондағы ядролық қару, радиоактивті ластану, су ресурстарын есепсіз пайдалану барысындағы арал көлінің дерлік жойылуы тағы басқа қамтыған экологиялық ахуалдар қоршаған ортаны ластап қана қоймай, адам денсаулығына әсер етіп, гендік қордың нашарлауына әкелетіні сөзсіз. Адам әрекеті нәтижесінде табиғи кешендердің өзгеруі. Мінекей бұған өздеріңіз куә болып отырсыздар мына суретте. Яғни жаңа мен айтып өткендей, антропогендік факторлар дегеніміз адамның іс әрекетімен болатын факторлар, яғни адамның іс әрекетінің табиғи ортаға әсері болып табылады. Жақсы әсер етуі де мүмкін, керісінше теріс әсер етуі де мүмкін. Яғни адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін фактор. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен қатар оны өзгертеді де. Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі қажет. Табиғат кешендеріне кері әсер ететін ең озық ғылыми техникалық тікелей қатысы жоқ. Ол өзгерістерге кінәлі прогресс емес, техникалық бір жобаларда адамның шаруашылық әрекетінің әсері есепке алынбаған, жауын-шашын мөлшерін, топырақ ылғалдылығын ескерместен топыраққа минерал тыңайтқыштар енгізу, ол заттардың шайылып, өзендер мен бөгендердің ластануын туғызады. Мұның бәрі қаншама еңбек пен шикізатты зая кетірумен бірге қоршаған ортаның жағдайын өзгертіп жатады. Ірі бөгендер салуда, аумақтың табиғат ерекшелігін ескермей мезгілсіз батпақтануға, топырақ өсімдік жамылғысы мен сол жердің микроклиматының өзгеруіне әкеп соғады. Қазіргі кезде антропогендік ландшафттар басым. Ландшафттарды жақсарту үшін оларды өзгеретін шаралар жүргізіп жатыр. Соның бірі мелиорация болып табылады. Мелиорация ол жердің жағдайын жақсарту және оны пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың жиынтығы болып табылады. Ғаламдық экологиялық проблемаларға қатысты климаттың өзгеруі, озон қабатының бұзылуы, биоәртүрліліктің азаюы, шөлейттену және жердің құлдырауы, осылар жатады. Ұлттық экологиялық проблемаларға экологиялық апатты аймақтар, Каспий теңізінің қайраңы, ресурстардың белсенді түрде игерумен байланысты проблемалар, яғни тарихи ластану, трансшекаралық мәселелер, әскери ғарыштық және тәжірибелік кешендер, полигондардың әсерін жатқызуға болады. Жергілікті экологиялық проблемаларға ауа бассейнінің ластануын, радиоактивті тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтары, табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жатқызуға болады. Адам әрекетімен Қазақстан жерінде тез шешуді қажет ететін проблемалар өте көп. Ауыл шаруашылығының әсеріне ластану, яғни олар мезі көздері, пестицидтер, тыңайтқыштар, мал шаруашылығының ағындылары жатады. Топырақты пестицидтермен және олардың қалдықтарымен ластану топырақтағы тіршілікті азайтады. Сондай-ақ органикалық қалдықтар ыдыраған кездегі қоректік элементтердің рециклинг процесін баяулатады. Тамаққа пестицидтердің түсуі адамда
әртүрлі аурулар туғызады. Топыраққа және ауыл шаруашылығы өнімдерінің фосфор тыңайтқыштарын мен бірге едәуір мөлшерде ауыр металдар түсіп жиналуы мүмкін. Ауыр металдар жол бойындағы топыраққа эктилденген бензинмен жұмыс істейтін көліктердің шығаратын газынан да түзіледі. Ортаның мал шаруашылығы ағындарының әсерінен шошқа шаруашылығы кешендерінің шығатын ағындылармен ластануының қауіптілігі өнеркәсіптік және тұрмыстық ластанудан кем емес. Өйткені мал бордақылайтын ірі кешен ортаны 100-200 мың халқы бар қала сияқты ластайды. Ірі қара малларды бордақылайтын кешендердің көбіне жеткіліксіз жабдықталған жері едәуір мөлшерде сұйық кен жинайтын кен қоймасы да қауіп туғызады. Бұл көңді тиісті өңдеусіз тыңайтқыш ретінде пайдалануға болмайды. Ауыл шаруашылығы өнімдеріне нитраттармен ластану адам денсаулығына үлкен зиянын тигізеді. Мал шаруашылығының әсеріне ластану, яғни ерсі көрінгенмен қоршаған ортаның ластануының әсері бар. Тамақтың аймағында 10 мың малдың күніне 200 тонна тезек шығарылады. Швейцарияда иісінен балықтар уланып қырылған екен. Көріп отырсыздар. Тұрмыстық қалдықтар, яғни қалдықтар табиғи шикізатты өңдеу нәтижесінде пайда болатын заттар мен өндірістік жарамсыз шығарылымдар. Қалдықтардың бар түрлерін есептегенде өндірілетін табиғи заттар мен энергияның тек 2% ғана пайдаға асырылады екен. Қалған 98% бұл қалдыққа айналып отырады екен. Көріп отырсыздар, жер бетінде миллиардтаған тонна тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстар бар. Жылдан жылға артып келе жатқан қалдықтардың қоршаған орта мен адам денсаулығына қатері төнгісіп жатыр. Сонымен күресу үшін қалдық пен қоқыс өңдейтін зауыттар мен кәсіпорындар көптеп ашылуда. Соған қарамастан қалдықтар көбеймесе азаймай отыр. Бұған адамдардың өздері де кінәлі. Қоқысты арнайы жәшіктерге тастамайды және баспалай жолмен олардың көзін жоюға талпынбайды. Мұндай қалдықтар мен қоқыстар қанша уақытта өздігінен жойылатыны туралы мынадай қызықты мәліметтерді көріп отырмыз. Мысалы, ас қалдықтары көріп отырсыңдар, бір ай шамасында жойылады екен. Жануарлар мен құстардың саңғырығы мен тезегі өздігінен жою үшін 10-15 күн кетеді екен. Көріп отырсыздар. Газеттің өздігінен жойылу мерзімі 1 айдан 3 айға дейінгі уақыт алады екен. Тауарға қапталатын картонның жойылу үшін 3-4 ай керек екен. Қурап үзіліп түскен жапырақ, құрғақ бұта 3-4 айға дейін жойылмайды екен. Кеңсе қағаздары 2 жылда барып жойылады екен. Тиісінше сақталмаған құрылыс тақтайларын жойылу мерзімі 10 жылға дейін созылуы мүмкін. Құрылысқа арналған темір арматуралары 11-13 жылда. Консерві қалбырларын жойылу мерзімі 10 жылда екен. Фольга 100 жылдан асады екен. Жойылу үшін. Батарейкалар 100 жылдан астам өздігінен жойылады екен. Доңғалақтысы, яғни корпустар резиналар 120-140 жыл кетеді екен бұлар өздігінен жойылу үшін. Жалпы кездесетін тіпті аяқтың астында оралғы болып жататын тұрмыстық қалдықтардың бірі қаңыл тырылар мен банкілерін жойылу үшін кем дегенде 5 жыл керек екен. Көрдіңіздер ме? Сіздер ішетін әртүрлі энергетикалық сусындардың сыртыма, ал шыны қалдықтарын жойылу мерзімі 1000 жылдан асады екен. Тіпті 12-13 ұрпақ ауысқанша жойылмай жата беруі де мүмкін екен. Шишалар, шынылар, Денсаулыққа әсер ететін антропогенді факторлардың ең маңыздысы аэрогенді фактор. Адамның патологиялық жағдайы 3 түрге бөлінеді. Жоғары интоксикация, ол заттардың тыныс алу жолдарында көп мөлшерде өтуі, улану көрсеткіштері тез байқалмайды. Ал хроникалық интоксикация ұзақ және жиі түрінде химиялық заттардың ағзаға өтуі, аурудың көрсеткіштері баяу байқалады. Үшінші, токсиканттардың алшақ түрінде әсер етуі екен. Токсиканттардың алшақ түрде әсер етуі, яғни гонадотропты эффект, яғни адамның жыныс клеткаларына әсер етеді. Репродуктивті қызметтің бұзылуы табылады екен. Онан кейін эмбриотропты эффект, ұрықтың дамуы бұзылады екен мұнда. Тератогенді эффект, туғаннан кейін мүшелер және жүйелердің дамуы бұзылады екен.
Эмбриотоксикалық эффект бұл ұрықтың өлшемдері салмақ төмендеуі немесе өлуі. Мутагенді эффект ДНК бұзылуына байланысты ағзаның тұқым қуалау қасиеттерінің өзгеруі, онкогендік эффект ісіктердің пайда болуы екен. Химиялық және ластану және денсаулыққа келетін болсақ, экологиялық жағдайдың төмендеуі келесі аурулармен байланысты: аллергия, астма, рак. Көптеген өндіріс қалдықтары канцерогенді болып табылады. Хром, никель, бериллий, асбест. Қауіпті политанттарға тетрахлорэтилен, бензопирен, формальдегид, асетальдегид, кадмий, никель, бензол, трихлорметан жатады екен. Атмосфераның химиялық ластануына келетін болсақ, яғни өндірісте антропоген фактор өндірістердің әсер етуі, шаруашылық қондырғылардың, автокөліктердің. Бұлар ластанудың негізгі көздері жылуды беретін электростанциялардың болуы, металлургия және химиялық өндірістердің болуы, суды жылытатын қондырғылардың болуы. Негізгі зиянды заттар ол көміртек қышқылы, күкірт қышқылдары, күкірт ангидриді, азот қышқылы, күкірт сутегі, фтор қосылыстары, хлор қосылыстары болып табылады екен. Ағзаға олардың өтуі негізінде 70% адамға тағаммен өтеді екен. Ауамен 20%, ал сумен 10% жаңағы уланады деген адамдар. Күкірт қышқылдары күл, шаң, асбест, талшықтар, тағы басқа атмосфераға электростанциялар, зауыттар және үйлерден өтеді. Ластанған ауа алдымен өкпеге әсер етеді. Қала тұрғындарының өкпе аурулары 20-30% құрап отырады. Азот қышқылдары басқа лас заттармен байланысып нитрозаминдерді түзіп отырады. Яғни активті канцероген, рақты тудырушы деп, рак клеткаларын қоздырушы дейміз немесе. Ауаның ластануы жүрек ауруларын туғызады екен. Биологиялық ластануға келетін болсақ, яғни біз антропогеннің ластануларды химиялық, физикалық, биологиялық ластану болып бөлінетінін айтып жатырмыз. Соның ішіндегі осы жаңағы химиялық ластануларды айттық, химиялық заттармен. Биологиялық ластану дегеніміз, яғни ауру туғызатын микроағзалар, вирустар, гельминттер, қарапайымдар болып табылады. Олар атмосфера, су, топырақта, басқа ағзалар денесінде, адамда қауіпті түрлері инфекция ауруларын туғызуы мүмкін. Биологиялық ластану көздері тағам, тері өңдеу, өнеркәсіптер, шаруа, өндіріс қалдықтары, канализация жүйесі, тағы басқаларда кездеседі екен. Яғни органикалық қосылыстар, патогенді микроағзалар, топырақ, тау жыныстарында, жер асты суларында өтеді екен. Осы биологиялық ластану. Санэпидстанция көрсеткіштері бойынша патогендік ішек таяқшалар жер асты суларында 300 метр тереңдікте табылып жатады екен. Биологиялық ластану өте қиын нәрсе. Осы уақытқа дейін өзімізде көріп келе жатырмыз. Мысалы, тұмаумен ауырса бүкіл ауырады, яғни инфекциялардың ауаға шығып, адамдардың тыныс алу мүшелеріне, басқа жерлерге, шырышты қабаттарына келіп қонуынан жаңағы әртүрлі аурулардың қоғамда қаптап кетуі, адамдар арасында өлімдердің көптеп болуы. Биологиялық ластану және адам ауруларына келетін болсақ, яғни ортаның ауру туғызатын ағзалармен ластануы, биологиялық ластану негізгі көздері шаруашылық, өндіріс қалдықтары, өндірістер, қалдық сулар, ауыл шаруашылығы, зираттар, коммуналды шаруашылықтар болып табылады екен. Оның алдын алу үшін жолдарына келетін болсақ, бұл ластанулардың алдын алу немесе болдырмау шараларын арнайы құзыретті уәкілетті органдар жұмыс жасайды. Сонымен қатар әртүрлі сала бойынша заңға, жарлықтарға сүйене отырып жүзеге асырылады. Жылына бір рет экологиялық мониторинг жүргізіледі, яғни қоршаған ортаның сапасын қадағалап отырады. ЮНЕП Біріккен ұлттар ұйымының негізгі көмекші органы болып табылады.
1975 жылы өзінің қызметінің алғашқы кезеңінде еніп қоршаған ортаға бағынысы мынадай бірінші кезектегі 6 міндетті айқындады. Елді мекендер және денсаулық сақтау, құрылықтың экологиялық жүйелері, қалалардың қоршаған ортасы, мұхиттар, қуат, дүлей апаттар. ЮНЕп 3 деңгейде жұмыс жасайды. Бірінші деңгейде қоршаған ортаның бәсекелестік мәселелері жөнінде және осы салада атқарылып жатқан шаралар жөнінде ақпарат береді. Біріккен ұлттар ұйымға мүше мемлекеттер жыл сайын қоршаған ортаның ахуалы туралы баяндамалар тапсырады. Осы баяндамалардан аталған ақпараттар алынады. Екінші деңгейде жекелеген елдерге, халықаралық үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарға қатысты бүкіл әлемдік көлемде бағдарламалық шараларды жүзеге асырудың міндеттері мен стратегиясын белгілейді. Осы деңгейде қажетті шаралар мен олардың орындаушылары туралы мәселелер шешіледі. Нақты бағдарламалар жасау үшін әдістемелік негіз қамтамасыз етіледі. Үшіншіден, яғни екінші деңгейде қолдау тапқан бағдарлар мен жобаларды қоршаған ортаны қолдау қоры қаржыландырады. Қолдау мөлшері тиімділікке, яғни қаржылық көмектің бағдарламаның түпкі мақсатын іске асыруға қаншалықты ықпал ете алатындығына байланысты болады. Толық қаржыландыру ерекше жағдайларда ғана, яғни жобаның орындалуы аса ірі жоба бойынша әзірлік жұмыстарын жүргізумен тұтас келетін болса, іске асыруы мүмкін. ЮНЕп өзі қызмет істеген жылдары көптеген табиғатты қорғау шараларын жүзеге асырды. Қоршаған ортаның аса ауқымды мониторинг жүйесі құрылды және оның құрамдас бөліктері ретінде қоршаған орта бойынша ақпарат көздерінің халықаралық анықтама жүйесі, Инфотера және әлеуетті ұлттық химиялық заттардың халықаралық тіркеушісі құрылды. Дүниежүзілік экологиялық ұйымдарға келетін болсақ, WWF, яғни ғаламшар тоғайларын қорғаудың халықаралық интернационалдық жастар қоры, Даниядағы жастардың жасылдар қозғалысы, Nexto, Greenpeace жас әлем, бүкіл дүниежүзілік табиғатты қорғау ұйымы 1970 жылы құрылған, 17 мемлекетте топтары бар, 2,5 миллион адам мүше бұған. Робин Вуд, Германиялық жастардың қышқыл жаңбырларға қарсы күрес жүргізген экологиялық қоғамы. ФАО, ол Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылық және азық-түлік проблемалармен айналысатын орган. Оның тікелей міндетінен басқа жануарлар дүниесі мен орманды қорғау ісімен және қоғамдық табиғат қорғау ұйымдары мен ұлттық парктердің қызметкерлерінің білімі мәселесімен айналысады. БОЗ, бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ғаламшардағы адамдардың денсаулығын сақтау, қоршаған ортаны қорғау мәселесімен және медицина қызметкерлерінің біліммен айналысады. МСОТ, халықаралық табиғат қорғау және табиғат ресурстары ұйымы. ВФО, бүкіл дүниежүзілік табиғат қорғау қоры, дүниежүзілік фауна мен экожүйені сақтау проблемасымен айналысады. Халықаралық жастар курсының лагерьлары мен табиғат қорғау клубтарын және тағы басқа шараларды ұйымдастырады. Жалпы айтқанда, антропогендік фактор қоршаған табиғатқа әсер ету өте қиын нәрсе. Негізінде антропогендік факторды жаман емес, жақсы, яғни жақсы жағынан әсер етсек болады. Жасыл орманды көбейтуімізге болады, эрозияға ұшыраған топырақтарды қалпына келтіруімізге болады. Мінекей бүгінгі сабағымыз осы жайында болып отыр. Кімде түсінбеген сұрақ бар, сұраңыздар, мен жауап беремін. Егер сұрақтарыңыз болмаса, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар, білім алушылар.